Балалы отбасыда дүниеге келген. Біз негізі отбасымызда 6 баламыз. Әкеміз Әділбек 1967 жылы дүниеден озды. 39 жасында. Ол өмірден кеткенде Серікбол үште қалған болатын. Папамның қайтқанына бүгін 5 ай деген күні, 14 наурыз күні Серікбол дүниеге келді. Әрине ол әкесін көрген жоқ, бірақ оның әкеге деген сағынышы өмір бойы оның көкейінде кетті. Біздер 4 қыз, 2 ұлмыз. Енді мен баланың отбасындағы үлкені болсам, Серікбол баланың ең кішісі болды, кенжеміз болды. Бала күннен Серікболдың ерекшелігі, ол көп жыламайтын, қақтық-соқтықпен ісі жоқ, ешкіммен ұрынбайтын, өздігін ешкімге тиіспейтін, көп жағдайда алысып, жұлысып бала болып ойнамайтын бала болып өсті. Мен 1970 жылы 8 жылдықты бітірдім де Қызылордаға оқуға кеттім. Ол кезде Серікбол анамыз күні түні жұмыста болатын болғандықтан Түшбекте тұратын нағашы әжеміздің бауырына барып. 2 жасынан бастап мен оқу бітіріп келгенше 4 жыл бойына сол әжеміздің қолында болды. Себебі балалардың бәрі интернатта болды. Міне осы кезде ең бірінші ауыз әдебиетіне деген оның алғашқы махаббатын оятқан әжеміз Бәтима еді. Мен оқу бітіріп келгеннен кейін жетпейге келдік. 1 жылдан кейін мектепке барды. Ол жол 1 жылдың ішінде мектепке барғанша өз бетінше жазып, оқып, өзінің ұмтылысы болар енді. Оны біз қалайда осыны оқы, әріптен деп зорлаған ештеңеміз жоқ. Өзінің ұмтылысы 1-ші сыныпқа барғанда ол барлық әріптерді оқып, өзі біліп, өздігінен оқып барды. Енді алғашқы ұстазы оның Кенжеғұл деген Исабергенов аға еді. Ол көршіміз, біздің 2 қатар тұрамыз. Сол 2 мектепке ағаймен бірге барады, бірге келеді. Сол бірден ақ, сол 4 жыл бойы оқытқаннан ақ Кенжеғұл ағай осы Серікболға қатты өзінің несі құлады. Өзі үнемі айтып отыратын, осы баладан түбінде бір нәрсе шығады. Осы бала бір дұрыс азамат болады деп үміт күтетін, енді сол үміті ақталған сияқты. Серікболдың енді бала күнінен өзінің бір жақсы көрген пәні бұл география болды, шын мәнінде. Карта жасау, карта сызу, Қазақстанның шекарасын кеңейту, көбейту деген сияқты балалық фантазиясымен осындай нәрселерді сызады. Енді мектепті бітіргеннен кейін ол өзінің таңдаған пәні география факультетіне ұлттық мемлекеттік университетке түсті, Әл-Фараби атындағы. Оқуды, жақсы оқыды. Группаластарымен Серікбол өмірден өткеннен кейін жақсы танысып, солармен аралас-құралас жүргендегі байқағаным, Серікбол үйде тұйық не болғанменен ол ортасында өте көңіл жігіт екен, гитара тартады екен, ән айтады екен. Сосын андай әзілдер, анекдоттар, Серікболдың айтқан анекдотына 3 күн бойына күліп жүретін едік деп группаластары көңіл жақсы бір сәттермен еске алады. Және сонымен қатар оны профессор деп атайтын едік дейді. Ауылда оқуын бітіріп келгеннен кейін еңбекке араласты. Негізгінен сол мектепте мұғалім болды, армандап келген болғандықтан сол мұғалімдігіне баса көңіл аударып, солған жұмыс жасады. Енді ол география оқулығын жазам деп те өзінің әуелі ойында болмаған болар, бірақ енді жұмыс барысында бірден тап болған қиындықтар, қолдарында материалдың жоқтығы, бар материалдың өзі үстірт жазылған, балаға нақтылықты ештеңе бере алмайтын болғандықтан бірте-бірте материал жинап, соның барлығы осы география оқулығының негізін қаланды. Енді жазмыштан өзіміз жоқ дейді ғой. 95 жылы 15 августте анандай жол апатына ұшырады да, енді мәңгілік мүгедек болып қалды. 2 жыл әрине қиналды. Осы бір қиналып жүрген сәтінде мен Сайын Назарбек дейтін азаматқа барып көмектесе, сол кісі көмектесетін шығар деген елдің айтуымен сол кісіге барып, ол кісі бір жарты сағат апаң менен шайың іше тұр деп мені кухняға тастады да, өзі кітапты алып кетіп, қолжазбаны жарты сағат
кітапты оқып отырды да, мен мына кітапты шығарып берем деген шешімді айтты. Сол 3 айдан кейін кітабы шығып келді. Кітап шығып келгеннен кейін енді 28-дегі жігіт төсекке таңылып жатқан соң қандай болса да көңіл күйдің төмен болатын белгілі ғой. Өмірден сол түңіліп сөйтіп жүргенде, сол географияны алып келгеннен кейін ол өз Сайын ағайға жазған хатында да айтты. Менің өмірде екінші өмірім басталғандай болды. Мен өмірге жаңа келдім. Мен өмірге не үшін келгенімді енді түсінгендей болдым деді. Ал енді мифология деген нәрсеге оның қызығушылығы сол жаңағы жол апатынан кейін 6 ай больницада жатты ғой. Сол больницада жатқанда үйде жатқан менің сондай сөздігім бар еді. Мифологический энциклопедия деген мифологияның үлкеннен қалың көк кітап. Сол кітапты маған әкеп беріңдер деп, сол больницада жатқанның өзінде соны қарап жататын. Біз енді оның не қарап не жатқанына мән берген жоқпыз. Көңіл күйін қалай онда да соның көңіл күйін аулау мақсатында басқа да шараларымызды жасап жүре бергенбіз. ...2003-тің желтоқсанның аяғында дарындыны қолдайық деген сол бір топ ғалымдардың Алтын Орда газетінде үндеу хаты шықты. Сол үндеу хатты Астанаға бір іс-сапармен барғанда Сайын Назарбек кімдерменен Ақселеу Сейдімбек, Қойшығаралармен кездесіп, әңгімелесіп, сол үшеуі кімге Иманғалиға бір шаруалармен кіріпті. Шаруалармен кіріп, сол жерден әңгіме қозғағанда, сіз өзіңіздің атыңызға жазылған сондай үндеу хат бар, сіз таныстыңыз ба деп. Жоқ, мен танысқан жоқпын деп, сол ойда алдатып, хатты оқып, сосын бұл кісілерде Ақселеуде, Қойшығарада бұрыннан өздері таныс оқып жүрген материалдар екен, мақалалармен таныс екен Сырттай Серікболмен. Сол жерде әңгіме қозғалып, не керек, сол бойда Иманғали Тасмағамбетов Серікболға хабарласты. Ол мен сөйлесіп болғаннан кейін сол бойда олар Серікбол маған шықты. Сөйтіп маған жаңа Иманғали шықты дегенде менде енді төбем көкке жетіп қалды. Енді білдім енді бір көп нәрселердің атқарылатын. Сөйтіп телефон соқты деді, маған тез қолжазбаңды жеткіз деп жатыр, мен бүгін шығарып қоям, соны алып кетіп жеткізудің шарасын ал деді. Енді сол ертесі күні сол қолжазбаларды жеткізіп, бас аяғы 2 айдан кейін уже Ар-қазақ мифологиясы 4 томдық кітап Дайық пресс баспасынан жарық көрді. Әрине бұл Серікбол үшін ең бір бақытты кезең деп айтуға болады. Мен миф деген нәрсенің не екенін түсіндіре қою қабілетімде оңай болмайды. Енді ең қарапайымдарын ғана айтып өтсем, бұл адам баласы деген, адам баласы өзінің туғанынан бастап, ана дүниеге кеткенге шейін өмір бойына, күн сайын, сағат сайын бұрынғы ата-бабаларының баяғы Құдайдың адамды жаратқан кезінен бастап, жаңағы ұрмақтан қуылғаннан сол кездегі қуылған сәтіндегі оқиғалардың бәрін қайталай береді. Яғни біз өмір бойы қайталап келе қандай әрекет болсын, біздің жақсы әрекетімізде, жаман әрекетімізде сондай қайталау болады. Тек оны біз түсінбейміз. Соны не үшін қайталайтынымызды. Сондықтан осы заманда, қазіргі замандағы қиыншылықтардың бәрін өзіміздің ұлтымыздың басындағы, еліміздің басындағы қиыншылықтарды, тауқыметтерді шешу үшін сол бастапқы нүктеге, бастапқы уақытқа қайтып орала тұра келеді. Яғни қайтып оралу деген сөзге кету емес, соның қандай екенін білу. Сол кезде сонда осыны анықтау барысында біздер осы қазіргі уақытымызда, қазіргі заманымыздың сауалдарына жауап таба аламыз. Енді бәріне таба алмауымыз мүмкін, бірақ енді қазіргі қандай қиыншылықтар бар, тілімізге байланысты, ұлттық мінезімізге байланысты, мына ел басшылардың, мемлекеттің жаңа әр несін ұстап жүрген бастықтардың көзқарастарына қатысты, өнер адамдарының нелеріне, іс-әрекеттеріне қатысты біздің қандай кемшіліктеріміз бар, соның көпшілігіне жауап табуға болады осы мифология арқылы. Яғни миф деп отырғанымыз бұл
ақпарат, мәлімет, ұмыт болған мәлімет, жасырылған мәлімет, және жұмбақ күйінде берілген. Яғни оны әртүрлі жолмен табуға болады. Мына ертегілерден, жырлардан, кәдімгі сөздерден, сөз тіркестерінен, ескерткіштерден, тағылардан. Серікболдың шығармашылығы, жазған сызғандары маған жақындау. Бұл себебі біздің мен айналысқан тақырыптарым осы фольклор, содан мифология болғандықтан Серікболдың объектісі, нысанасы маған басқа адамдарға қарағанда жақындау. Оның үстінде мен мына Серікбол айтқан қолданған материалдар, Серікбол қозғаған кейбір деректер, я болмаса Серікбол айтып отыратын Маңғыстаудың әулиелері басқа адамдарға қарағанда бізге таныстау. Себебі мен осы Маңғыстау өңірінің жаңағы аталған әулиелерін экспедициялар кезінде көріп, сонымен қатар осыған байланысты аңыздарды жинап, сөйтіп оларды мына жалпы қазақтық материалменен, әлемдік материалмен байланыстырсақ деген ойда болғанбыз. Бұл адамның еңбектерінің бір артықшылығы, бұл бір қалыпқа сыймайды. Қалыпқа сыймайды. Бұл материалдарды пайдалануда, географияның материалында, мифологияны да, тарихты да, әртүрлі архитектура, түрлі материалдарды пайдалана береді. Ал енді Серікболдың енді бір жағынан бұл артықшылығы, себебі бұл жаңағы ана ғалымдар, я болмаса ғалымдар маған не айтады екен деп қорқып отырмайды. Бұл мысалы диссертация жазу үшін жазылған еңбек емес. Әркімнің жаңағы пікірі үшін жалтақтамай, сөйтіп еркін жазғандықтан оның әлдеқайда жаңағы шығармалары батылдау келеді, ойлары батылдау келеді. Қазір біз Серікбай Қондыбайдың 15 томдық толық шығармалар жинағын жоспарлағанбыз. Оны облыстық акимат Қырымбек Елеуұлы қолдады. Қазір мына 12 томы қолдарыңызға тиіп отыр. Бұл енді біз ойлаймыз, қазақтың мәдениетіне қосылған үлкен бір сүбелі үлес. Мынау қазір мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы жүріп жатыр ғой. Ол енді қазір жаңа жоқтарымыз түгендей алмай жатыр. Болашақта егер ол бағдарлама жалғаса беретін болса, өзінің жалғасын табатын болса, жаңа Шоқанның 5 том сияқты, 6 том сияқты, болмаса осы Серікбол Қондыбайдың 12 томдары тек қана бұл 1000 данамен шығып, Маңғыстауға келді ғой бұл кітап. Біз шамамыз келгенше 1000 дана артық шығарып, қазір таратып жатырмыз. Болашақта бұл мемлекеттік бағдарламамен бүкіл Қазақстанның кітапханаларына, мектептеріне тарайды ғой деп ойлаймын. Енді бұл жерде мынау 12-ші томдағы соңғы 4 том, бұл атақты енді ары қазақ мифологиясына айналып отыр. Бұл енді мен қазірше айтар едім, бұл қазір біз ары қазақ мифологиясы деген бұл кітапты бұлайша айтқанда түсініп, бұған баға беріп, бұл кітап талдауға біздің ғалымдарымыздың өзі әлі даяр емес. Өйткені әрбір ғылыми еңбектің өзінің методологиясы болады, оның жазылу тарихы болады, кезеңдері болады. Біздің өкінішке орай мынау қазір ғалымдарымыздың 90% деп айтамыз ба, түгелге жоқ деп айтамыз ба, бұлар жаңағы Совет үкіметінің шенеунігінен шықты ғой енді. Бірақ бұлардың барлығының көзқарасы жаңағы евросентризм. Біздің ең үлкен қиыншылығымыз, әсіресе мына ғалымдарымыздың қиыншылығы, философтардың, басқа да мысалы саясаттанушылардың, тілші ғалым болсын, әдебиетші болсын, біз негізінен тек бірақ қанатымыз бар, бірақ көзбен көретін адам сияқты, біз тек қана Европаның ғана сол үлгі тұтып келдік. Соның жаңағы ғылыми әдістерін пайдаландық, солардың методологиясын пайдаландық. Сондықтан біздің кітаптарымызда бір нәрсе жетіспей тұратындай болады. Ал енді мына кітаптың ерекшелігі, бұл Серікбол Қондыбайдың, бұл таза, енді әрине бұның ішінде де жаңа Европа ғалымдарының бәрінің еңбектері пайдаланылады, басқа, бірақ бұл өзінше қырынан келіп, осы өзіміздің халқымыздың түсінігінен, өзіміздің дүние танымымыздан, өзіміздің өмірге деген көзқарасымыздан шығарғысы келеді. Солай шығарып жазғанда. Сондықтан мен ойлаймын, бұл ары қазақ мифологиясының бұл 4 томы болашақта талай рет басылады. Бұл қазір енді орысша аударылып жатыр. Онан кейін бұл шет тілдеріне аударылса, бұл әрине бұл мысалы ғалым жазушылар қаншама том кітап жазғанмен,
Оның бір үлкен сүбелі еңбектері оны тарихта қалдырады. Серікбол Қондыбайдың осы Арғы қазақ мифологиясы деген кітабы бұл Серікбол Қондыбайдың шығармашылығының бұл нағыз арқасы жоны. Сондықтан бұл ұзаққа кететін, бұны әлі талай буын тілші, әдебиетші, этнограф, мифологиямен айналысатын әдебиетші, мәдениеттанушылар әсіресе әлі талай қазақтың ұлттық сипатын зерттейтін ғалымдар бұны әлі зерттейді. Әлі бұны өзінің бағасын береді. Бұл кітап соларға баспалдақ. Серікбол шығармашылығы бүкіл дүние танымды өзгертуге мүмкіндік беретін. Архимед айтпақшы, маған иінді білек берсе, мен жер шарын аударар едім деп, жалпы қазіргі қалыптасқан ғылыми тұжырымдарға, ғылымдардың даму бағытына, олардың келісімді позицияларына көптеген қайшылықтарға толы және дайындаған тұжырымдары сол қайшылықтарды тануға, яғни әлем танудың, жаратылыстану ғылымда жалпы ғылым танудың, оның жаратылыстану болсын, қоғамдық салалары болсын, негіз беретіндей үлкен жаңа парадигманың негізін қалайтындай тұжырымдарға толы. Оның себебі жалпы ғылым дамуында жаңағыда айттық, бірінші саты ол мифологиялық саты деп аталады. Себебі бұл адамдарға тікелей таныс, көзбе-көз көріп жүрген күні мен түні, айы мен жұлдызы, ауа райының өзгерістері, қажетті тамағын табу көзі, барлық өзінің айналасындағы нәрселердің барлығы ол мифтік тұлға болды. Сондықтан да бұған дейін белгілі мифологиялық сөздіктерден 4-5 есеге жақын көлемді тек қана бір Арғы қазақ мифологиясының 4 томдығын дайындап шықты. Бұл оның ерлігі, өрлігі мен қатар ғылыми ойлау деңгейінің өте жоғары деңгейінде болған, ойлау да мифтік деңгейде болғандығын көрсетті. Және жаңағы бұған дейін пайда болған ғылым дамуының сол алғашқы сатысынан бастап жалпы тұжырымдамаларды қайта қарағандығын көрсетеді. Енді осы дүние танымды қазіргі деңгейге жеткізу үшін әлемнің пайда болуында мифтік дүние танудан кейін теология дейміз, немесе религия дейміз, дін тану жүреді. Содан кейін барып қазіргі біздің түрлі ғалымдарға саласына бөліп жүрген жаратылыстану ғылымдары, қоғамдық гуманитарлық ғылымдар деп бөліп жүрген салаларымыз, бұл үшінші саты идеологияның негізгі бөліктері ғана болып шығады. Сондықтан идеология қай елде үстемдік болса, экономикалық даму жөнінен, қай елде билік соншалықты қуатты болатын болса, сол елдің ығына жығылып, алғашқы бүкіл адамзаттық барлық адамға, ұлтына, дініне, тегіне қарамастан барлық адамға таныс негізгі тұжырымдар жоққа шығарылып кетті. Қазіргі бар парадигмалар осы негізде жасақталған, яғни жалған негізде жасақталған. Сондықтан да Серікбол шығармашылығы осы парадигмаларды қайта қарауға мүмкіндік беретін жаңа парадигманың көптеген іргетастарын қамтамасыз етеді. Ең алғашқы дыбыс, адам баласын шығарған ең алғашқы дыбысы, немесе ең алғашқы фонема, дыбыстық фонема, немесе силлабофонема қандай деген сұраққа келгенде әртүрлі осы ғалымдардың арасында неше түрлі пікірлер, бір-біріне қарама-қайшы жататын пікірлер айтылып жүрді. Енді Серікболдың осы таңдаған силлабофонемасы, Серікболдың тапқан силлабофонемасы бұл НКТ, немесе біздің қазақтың баласының, кішкентай баласының айтатын іңгәсі, немесе ыңгы. Енді осы сөздерден, осы силлабофонемадан келеді. Серікбол барлық дыбыстарды оқиды, яғни абақ таңбадан барлық дыбыстарды шығарып, сол дыбыстарды бір нүктеден шығарып оқиды. Енді мысалға реконструкция, қалпына келтіру, немесе ретроспектива деген тілдік әдістер бар. Осы әдістерді қарап отыратын болсаңыз, жаңағы Серікболдың кітабында ең алғашқы мына біздің тіліміздегі қазіргі кезде көмекші сөздерге айналып кеткен, жаңағы аст, үст,
алт, арт деген сөздер бар ғой, солардың мысалға барлығын келтіреді анау таблицада Серікбол. Мысалға дейінгі, кейінгі, бұлыңғыр, қараңғы, төменгі дегендердің барлығындағы астыңғы, үстінгі дегендердегі ыңғы, немесе энгі, немесе іңга, осы ыңнан келеді. Ың деген бір нүкте, бір шек деп алатын болсақ, астыңғы дегеніміз сол шекке, шектің астыңғы жағы, үстіңгі дейтін болсақ, сол шекке дейінгі үстіңгі жағы, немесе қараңғы дейтін болсақ, кеңістік, жаңа шектік, түстік мақсатта пайдаланған қараңғы, немесе осылай кете береді әрі қарай. Бұлыңғырда дәл солай. Яғни белгілі бір шек бар, нүкте бар, соның айналасы бар, және соның айналасы арқылы, жаңағы дөңгелек арқылы дүние төрт бұрышты, дүние дөңгелек, міне абақ таңба деген дәл осы дүниенің бейнесі. Әрі қарай кете беретін болсақ, оны әрі қарай созатта, созғаннан кейін оның ең жаңағы тұншықтырушы төменгі нүктесі бар. Содан әрі қарай екінші жағы басталады, жаңа екі қақпа, екі тесік, немесе мына біздің дүниенің мифологиялық өлшемдері, жалпы ғаламдық өлшемдері, осының барлығын Серікбол белгілі бір жүйеге, белгілі бір тәртіпке, белгілі бір ретке, мифтік ретке бағындырады. Бірінші қатынас құралы әрине ым. Бұл ым сөзі Серікболмен өте терең қарастырылған. Ымнан бастайды да Серікбол келесі сатыға суреттік, яғни таңбалық сатыға көтеріледі. Таңбалық сатыда әлемнің жалпы ғарыштық құрылымын көрсететін бір ғана схема бекітілген қазірге дейін. Ол атақты Нильс Бордың протон атомын немесе сутегінің атомын бейнелейтін таңбасы, шеңбердің ортасында нүкте. Бұл кәдімгі күн таңба деп атаймыз. Жалпы әлемнің бірінші кірпішін бейнелейтін таңба ара қазақтарда, немесе Серікбол шайсақ дейдей қазақтарда көресінді, көрілместі айқындауға қолданылатын негізгі бейне ретінде қалыптасқандығы толық тұжырымдалады. Күн таңбаның бізге таныс, мысал үшін, ұру таңбаларының ішіндегі от таңба деп жүрміз, көз таңба деп жүрміз, қос көз таңба дейміз, немесе абақ таңба дейміз, төрт бұрыш түрін. Осы таңбаның кеңістік ұғымына алмасады. Яғни шарды қарасаң да, дөңгелекті қарасаң да күн таңба сияқты болып көрінеді, ал шындығында ол жаңа конус сияқты кең жағынан тар жағына қарай көрінетін бейнеден көрілмеске, немесе біз қазір астрономиядағы жалпы ғаламның дамуында айтамыз, анау қара құрдымдар осыны көрсететіндігі көреміз. Егер екінші жағынан қарайтын болсақ, онда сол алғашқы жаңағы протоннан бүкіл химиялық элементтердің пайда болуы, сосын ол біздің көзімізге көрінетін, бізді айнала қоршаған табиғатқа айналуға, бұл керісінше нүктеден шеңберге дейін ұлғаю болатындығын өте жақсы тұжырымдап, шоғын таңба дейтін ұғымды өте жақсы суреттеп кетті. Бүкіл таңбалардың бастысы осы күн таңбаны Серікбол одан ары қарай дыбысқа айналдырады. Бұны ың әрпімен береді. Ал ың дейтініміз бүкіл адамзаттың іңгәсі деген болатымыз кезінде, шындығында да осы бүкіл халықтар қазір неше түрлі тіл болатын болса, бірін-бірі түсінбейтін болса да, бірақ осы ыңды, іңгәні сәби дүниеге келгеннен бастап, оның анасы мен арасындағы түсінікті дыбыстық қалыптастыратын бейнеден дыбысқа айналу процесі Серікболдың зерттеуінде екінші саты болып танылады. Ымнан таңбаға, таңбадан дыбысқа, дыбыстан жазуға алмасу, сөйтіп әрбір заманда әрбір ел өзінің жиған тергенін келешекке табыстайтын ең мықты құрал, ол жазу мәдениетіне, жазу көркениетіне көшу бізде ертеден болғандығын көрсетеді. Қондыбай ілімінің басты ерекшеліктерінің бірі ол ғылыми әдістемелікті жаңа деңгейге көтергендігі. Бұрыннан бар дәстүрлі, бүгінгі қолданыстағы болмысты танудың құралдары осы ілім өмірге келгеннен кейін жаңа қырынан қолданыла бастады. Мысалы, біздер қазақ эпикасы, қазақ ертегілері, қазақ фольклоры деп бөліп қарайтын жанрларымыздың әрқайсысына
жаңаша көзқараспен қарауға тура келді. Осы жанрлардағы тіпті түрлі оқиғалар, олардағы құбылыстар, тіпті осыларда кездесетін әрбір сөздің ішіндегі әрбір әріпке дейін қазіргі біздің ғалымдар айтып жүрген, солар өмірге келтірген термин Қондыбай матрицасы деген тәсілге салып қарасаңыз, олардың барлығы басқаша қырынан көрінеді. Қазіргі зерттеушілеріміз осы Қондыбай матрицасын кеңінен қолданып, түрлі бағыттарда жақсы ғылыми жетістіктерге қол жеткізе бастады. Мысалы, Қашекеңнің Атамекен деген жырын осы Қондыбай матрицасын салып қарағанда көптеген жаңа, соны күтпеген жағдайларға кездескен жерлеріміз бар. Қашекең алшын деген аз ауыл, Қытайменен жау болып, көшіп салып қарауыл, атының мініп жарауын дейді. Әрі қарай жауларын жасқай ұрысып, біртіндеп төмен жылысып дейді, осы жерден бұлар Алатауға келіп еді, Жетісуға келіп еді дейді. Ол біздер бұрынғы әдетіміз бойынша Әзіреттің Алатауы ол осы мына Сырдың Ожақ жағы, Қазығұрттың айналасы деп жүретін едік. Ал жаңағы Қондыбай матрицасын салып қарағанның ішінде жалғыз ауыз сөз, төмен жылысып деген сөз, онда ол біздің шалдар анау Жетісудың, Алатаудың әр жағынан келе жатыр, және биіктен келе жатыр. Ал ондай биік ол жақта қай жерлерде бар еді? Он әрі қарай оқысаң, Әзіреттің кең ойы, Алтысудың өн бойы атамыз қонған жер екен дейді. Сонда Алатаудың әр жағындағы биікте қандай жерде Алтысу бар еді деп іздеп келсең, ол қазіргі Ресейдің жерінде Минусинскі деген үлкен ойпат, қазір Қойбал ойпат деп аталады екен, сол жерде Алтысу бар. Қашекеңнің меңзеп отқан жері біздің шалдардың әуелгі мекен еткен жерлері осы жерлер болып шықты. Қарасаңыз, Шолпан деген көл бар. Алшын болғалы, алаша атқа мінгелі, әлім еді ағасы, Шолпан еді анасы дейді. Сонда біздің анамыздың атындағы көл сол Әзіретінің ойындағы Алтысудың бойынан табылып тұр. Болмаса ол жерде Ызық деген мекен бар екен. Ысық деген біздің бір үлкен руымыз ғой. Таз деген тау тұр. Осы таудың бауырынан Бабық дейтін су ағып жатыр. Әрі қарай қарасаңыз, Адай көл деген көлге тап боласыз. Осының барлығы жаңағы Қондыбай матрицасына салып қарағаннан кейінгі тап болған біздің зерттеушілеріміз әлде де зерттеуін жалғастырып жатқан бағыттар. Енді осы көш ол тек енді Жетісуда тұрып қалған жоқ. Ұлы жүздің баласы сол жерде қалып еді дейді. Орта жүз Сырдың бойында өзі қалып еді дейді. Ал кіші жүздің баласы бері қарай келіп еді деп осы мына Тең өзенінің, Днепр өзінің шығыс жағын Ырғызбенен сол Днепрдің ортасын айтады. Ол Қашекең айтып отқан кезеңдер ол жерде Даха деген Дақ деп те атайды, Авестада Даха деп көрсетеді. Сондай елдің өмір сүрген жері болатын еді. Осылардың бәрін оқып отырғанда Серікболдың өзінің Дақ деген тайпалардың ар жағында ол біздің қазақтың осы маңғыстаулық бір тайпасы, Адай тайпасының негізі сол кездерде қаланғандығын, сол тайпадан басталатындығы жөніндегі нұсқаған нұсқаулары, зерттеулері осының барлығы еске түседі. Бүкіл ғылыми орта, ғылыми қауымдастық ден қоя бастаған бір үлкен зерттеудің әдісі бұл полипәндік зерттеу түр деп аталынады. Яғни кез келген мәселені бір ғылымның аясында емес, бірнеше ғылымдардың аясында, бірнеше ғылымдардың контекстінде зерттегенде қана ол нақты нәтиже береді деген қорытындыға келді ғалымдар. Міне осы тұрғыдан қарағанда Қырымның 40 батыры жырлар циклі бір ғана филологиялық немесе тарихи, тек қана философиялық тұрғыдан емес, жан-жақты бүкіл гуманитарлық ғылымдар контекстінде зерттелуі тиіс.
міне осы тұрғыдан келгенде Серікбол Қондыбайдың Қырымның 40 батыры жырлар цикліне қатысты зерттеулері бұл мынау фольклортану, мифтану, философия, теология пәндеріне қатысты білім қорын бір ғана лингвистикалық кеңістікте жинақтап, топтастырып жүйелеуге арналған. Серікбол Қондыбай айтады, біз ең алдымен Қырымның 40 батыры жырлар циклінің генезисін анықтайтын басты тіректі анықтадық. Ол жырлардағы қаһармандардың есімдік прототипі болған ноғайлы заманның тарихи тұлғаларының өміріне арқа сүйеу емес, жырлардағы ономастиконның тарихи, географиялық мәлімет бере алатын эмпирикалық айғақ болу мүмкіндіктеріне сүйену деп көрсетеді. Сонда Серікбол Қондыбайдың бір ерекшелігі осы жырдағы сөздердің астарындағы танымға, мифопоэтикалық танымға негіздеп, және содан ғылыми деректер шығарады, ғылыми тарихи деректер шығарады. Барлық басқа ғалымдар тәрізді осы жырлардағы бас қаһармандар, мәселен Едіге, Тоқтамыс, Сәтемір сияқты, Нұрадын сияқты, Орақ Мамай сияқты бас қаһармандардың атаулары менен басты жер су атауларының этимологиясын зерттеп қана қоймайды. Осы жырда ондай бір үлкен роль атқарып тұрмаған, елеусіздеу, қосымша кейіпкер, жанама кейіпкердің рөлінде жүрген адамдардың есімдердің атауларын және жер су атауларын зерттеп, содан үлкен ғылыми болжамдар жасайды. Түгел топонимикалық атауларды алфавит ретімен береді. Сонда осы жырларда Қырымның 40 батыр жырлар циклінде 112 топоним бар екен. Соның 38-і Маңғыстау мен Үстіртте орналасқан географиялық кеңістіктің атаулары болып есептелінеді. Ал сосын қалған топонимдер, олар Атырауда, Ақтөбе облыстары, Қазақстанның Түркменстан, Қарақалпақстанмен шектесетін аймағында орналасқан елді мекендер көрсетеді. Сонда жалпы бұл топонимикалық атаулар Қазақстанның территориясында орналасқан жер су атаулары, соның ішінде Қазақстанның батыс өңірін қамтитын географиялық атаулардың аттары екен. Олай болса, Серікбол Қондыбайдың мынау жырды тудырушы орта, ол негізінен осы Қазақстанды мекендеген жұрт, соның ішінде қазақ жұрты деп қорытынды шығаруының үлкен негіздемесін осыдан байқауымызға болады. Мен өзім 10 жылдан бері қазақ халқының тарихын, тілін, ежелгі руна жазуларын зерттеумен айналысып келе жатырмын. Осы орайда менің шығармашылық жолында өзімнің ойымды қалыптастыруға үлкен көңіл бөлген бір рухани ұстаз деп айтсақ болады. Ұстаздарымның қатарында Серікбол ағамызды айта кетуге керек. Әсіресе ағамыздың филология саласында, тарих саласында, мифологиялық, әсіресе мифолингвистикалық жағынан өте көп еңбектері қызығушылығымен және қарапайымдылығымен адамды тарта біледі. Жеке өзіме Серікбол ағамыздың шығармашылығынан Герман тәңірлері және қазақ даласы деген гипербореялар немесе түс көрген заман шежіресі атты еңбегі өзімнің көңілімде өте үлкен орын қалдырған болатын еді. Ағайдың жазған еңбектерінің көбі өте қарапайым болып келеді. Бірақ сонымен қатар айтылған ішіндегі мағыналары, зерттеулері ғаламдық масштабта әлемдік тарихи құбылыстарды қозғайтын болады. Әсіресе мысал айтып кететін болсақ, Герман тәңірлері және қазақ даласы атты еңбегінде Серікбол ағамыздың зерттеулеріне сүйенсек, қазақ халқының тарихы өте тереңде екенін көрсетеді. Бұл үлкен жетістік деп айтса да болады. Осы күнге дейін біздер өзіміздің тарихымызды тек шежіремен ғана орыс ғалымдарының зерттеп кеткен еңбектерінен ғана сүйеніп қана айтатын болсақ, ағамыздың зерттеген еңбектерінен, әсіресе оның терең зерттеген мифолингвистикалық бағыттағы жолдарындағы әдістері біздің тарихымызды өте көне тарихтың қабаттарын алып барады. Тек алып қана қоймайды, апарып, сонымен қатар басқа да халықтармен біздердің тығыз мәдени, тарихи қатынаста болғандығымыздың көрсетеді. Оның айқын айғағы осы ежелгі Герман тәңірлері атты кітабында Герман халқының, Скандинавия, жалпы үнді Европа халықтарының бағзы түркілерімен өте тығыз қарым-қатынаста болғандығын көрсетеді. Ал гипербореялар туралы айтатын болсақ, бұл ағамыздың өте батылда ойы, себебі бұл
еңбектің ішіндегі негізгі ой жалпы әлемдік өркениетте қазақ халқының да қазақ халқының ата-бабаларының орны орасан зор екенін көрсетіп кеткен болатын еді. Осы кітапта ол алғашқы рет абақ таңбаны қозғай бастайды. Бұл оның фундаменталды еңбегі болып келетін арғы қазақ мифологиясы деген атпен шыққан 4 томдық кітабының бастауы десе де болады. Арғы қазақ мифологиясын оқып отыратын болсаңыз, қарап отыратын болсаңыз, бұның ішінде мифологияның ішінде логика, психология, оның ішінде тарих, оның ішінде әдебиеттану, оның ішінде керек болатын болсаңыз география, математика, геометрия, яғни барлық жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдарының барлығының тоғысқандығын байқар едіңіз. Неге? Себебі Серікболдың өзінің айтуы бойынша бұл қазіргі кездегі біздің өзі қынжылап отырып айтады ғой, мына гуманитарлық ғылымдардың, жаратылыстану ғылымдарының арасында осы ғылымдарды біз енді жеке-жеке, жік-жікке бөліп тастап, әрқайсысының өзінің зерттеу нысаны бар. Ал негізінде осы гуманитарлық ғылымдардың барлығының ортақ парадигмасы бұл мифология болу керек деп, бұл өзі соны дәлелдеп айтып кетеді. Сондықтан осы тақырыпқа Серікбол сияқты жаңағы айтқан 8 қырлы бір сырлы адам керек болды. Осы бүткіл ғылымдардың тоғысы бір нүктеге өзінде жинақталып тұр ғой, енді Серікболдың тұлғасын, Серікболдың табиғатын алып қарайтын болсақ, дәл осындай ғалым керек болды, универсал ғалым, әмбебап ғалым керек болды бізге. Себебі мифологияның өзі бұл әмбебап универсал құбылыс. Бұл Серікболдың негізгі мақсаты бұл біздің ішімізде жатқан ішкі қазақты тірілту. Жалпы теория, мифтік теория ол біреу. Оның ар жағында жатқан жаңағы миф дегеннің өзі адамның түп санасында мифтік архетиптер түрінде. Архетип деп отырғанымыз ол тарихи ассоциациялық қалдықтар. Яғни сондай символдар түрінде біздің бейсаналық аумақта немесе түп санамызда сақталады екен. Міне Серікбол осы өзінің түп саналық аумағында жатқан ішкі ниетінде, ішкі дүниесінде жатқан жаңағы қазақты, мәңгі қазақты тірілту арқылы, оны сөйлету арқылы біздің қазіргі тілімізде сақталып тұрған, қазіргі жадымызда сақталып тұрған көптеген сөздердің этимологиясын, олардың дей-түркілік негіздерін бізге дәлелдеп беріп кетті. Ал енді мына Алпамыс қаламы деген кітабы бұл бірінші рет еніп отыр, бұл жарияланбаған, азғантай ғана мақалалар болып шыққан. Біз қазір осы Алпамыс қаламын Арыс баспасы жеке кітап ретінде таратқалы отырмыз. Ана жауынгерлік рух кітабы дегенде бұл кішкентай азғантай тиражбен шыққан. Әсіресе мына жауынгерлік рух кітабы, мынау Алпамыс кітабы бұл қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға, жастардың бойында отансүйгіштікті қалыптастыруға, әсіресе біздің мынау әскерлік терминологияға қатысты, әскеріміз қандай болу керек деген мәселелерге қатысты өте өзекті мәселелер қосылғаннан кейін біз осы жауынгерлік рух кітабы мен Алпамыс қаламы кітабын бұл 8-ші томға біріктірдік. Ал енді Маңғыстаунама, Есенғазақ кітаптарын мен қайталап айтып жатпаймын. Өйткені бұл кітаптар бірнеше рет басылды. Біз Арыс баспасында екі рет шығардық бұл кітаптарды Маңғыстаунама. Бұл да жаңағы кімнің Есенғазақ дегенде бір Серікбол Қондыбайдың үлкен теориясы. Мына Маңғыстаунамада Есенғазақта Қырымның қырық батырларының материалын ала отырып, бүкіл қазақ халқының қатпар-қатпар тарихтары сөз болады. Енді оны жақсы білесіздер. Ал енді мына кітап орысша «Казахский мифология мен эстетика ландшафтов Маңғыстау». Эстетика ландшафтов Маңғыстау деген кітабын біз Арыс баспасы жеке бастап шығарғанбыз. Бұл да үлкен осы мынау арғы қазақ мифологиясына келер жолдағы үлкен еңбегі, мына Гиперборея, болмаса жаңағы мынау қазақ даласы мен герман тәңірлері деген кітаптар, бұның бәрі мынау қазақ мифологиясына кіріспесі, бұның бәрі арғы қазақ мифологиясына келетін баспалдағы жолдары болатын Серікболдың. Жалпы кез келген адамзат өзінің тіршілігінде, өзінің өмірінде бұл белгілі бір шындықты, белгілі бір ақиқатты іздейді. Немесе мәнді іздейді, ақиқат мәнді. Енді ғылымда, мысалға Лосев деген осы мифологияның теориясын жазған ғалымдардың біреуі, сол кісінің еңбегінде бұл меон деп аталады екен. Меон деген енді былай қарасаңыз, дыбыстық жағынан да мән деген сөзге ұқсас. Яғни бұл абсолюттік идея. Немесе ең алғашқы жасалған
ең алғашқы немесе аспандағы Алла тағала деп атайық, Серікбол оны нұр дейді, немесе Құдай құдірет дейді, оған дейді, оның аты көп. Сол жаратушының оғанға жету, соның ең алғашқы жасаған жерге жіберген тұрпаты. Енді осы тұрпатты ілкі тұрпат деп атайды да, Серікбол қалған ең алғашқы пайда болған жерде пайда болған Алла тағаланың нұры түскен нүктені ілкі тұрпат немесе ілкі төр деп атайды. Оның немесе төретам деп атайды да, қалған қазіргі біздің өмір сүріп отырған ғаламымызды бұл соның енінші немесе сол бір қабаты, әйтеуір бір күлдігі деп есептейді. Күлдіктер деп, варианттарды күлдіктер деп алады. Сол мен Серікболдың шығармаларын оқу барысында Серікболдың өзі аңсаған мәңгі ел, сол жаңағы ең алғашқы тұрпат, ілкі тұрпат, біртұтас жүйе, жалпы ғалам мен табиғат пен адамның біртұтастықтағы кезеңі, барлық жасампаз қаһармандардың дүниеге келген кезеңі, соның қазіргі енді біздің өмір сүріп отырған, біз соның тек қана бір күлдігін немесе бір тұрпатын ғана өзіміздің өмірімізге мән етеміз де, соны іздеп, сол арқылы жаңағы ілкі тұрпатты аңсаймыз, көксейміз ішкі дүниемізбен. Біреу оған жарты жолда қалып қоюы мүмкін, біреу мүмкін тіпті ол туралы ойламау да мүмкін. Ал енді Серікбол сияқты дара тұлғалар, дара дарындар, бұлар сол абсолюттік жаңағы ілкі ең алғашқы тұрпат, ең алғашқы абсолюттік шындық пен жердегі пенделердің, жердегі адамдардың екі ортасын байланыстырып тұрған байланыстырушы медиатор деп тануымыз керек деп ойлаймын Серікболды. Қазіргі кезеңде Серікболдың мифологиялық сөздігін ЮНЕСКО-ның барлық тілдеріне аудару қажет сияқты, және бұған алғашқы қадам жасалды. Зира Наурызбайқызының тәржімасымен орыс тілінде 4 томдық шықты. Сол 4 томдықты басқа тілдерге аудару кезек күттірмейтін мәселе. Арғы қазақ мифологиясы жалпы адамзаттың алғашқы мифтік түсінігінің дамуына, оның салт санаға ауысуына, айналуын толық көрсететін түсіндірме сөздік деп қарастыруға болады деп есептеймін. Әрине, мұндай 10 том кітап, 15 том, 12 том мұра қалдырған адамның ертең мұралары зерттеніп, Серікбол тану ма, Қондыбай тану ма деген үлкен ғылым болады. Сол ғылымды зерттегенде өзі ғалымдар айтады, бұл өзінің алғашқы Маңғыстау географиясы өзінің географ ретінде ғылымның өмір баянының бұл бастау көзінде тұрған. Ол географ ретінде жазатын жазды, толысты, өзінің жазатындары географияның аясына сыймайтын білді. Тек қана этнографияның аясына сыймайтын болды. Тек қана тілдің, тек қана жаңағы әдебиеттің аясына сыймайтын болды. Оған әкеліп мифологияны қосып, бұл үлкен бір қазақтану деген былайша айтқанда, жаңағы ар қазақтану деген сияқты бір ғылым жасады. Мен айтар едім, ол ғылымның әзірше аты жоқ. Өйткені бұған аналог қазір кітаптар жоқ Қазақстанда. Бірақ тағы да қайталап айтамын, бұл ғылым тоқтап қалмайды. Осы кітаптарды və teoriyalarda біреу қостау үшін, біреу осыларды терістеу үшін әлі талай кітап жазылады. Соның арқасында ғана біздің ғылымымыз дамиды. Сондықтан Серікбол Қондыбайдың мұрасы еңбегі әлі талай жүздеген жыл жасайды ғой деп ойлаймын. Армысыздар, құрметті қонақтар. Бүгінгі біздің киелі өлкеміз тектілердің тал бесігі, құдіретті Маңғыстаудың талантты перзенті, адайлығын мақтан тұтқан біртуар азамат, тарихшы, мифолог, зерттеуші ғалым Серікбол Қондыбайға арналған мұражайға қош келдіңіздер. Мен 22-ші орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Қыдырбаева Аялым. Алдымен ғалымның өмірінен мәлімет бере кетейін. Қондыбай Серікбол Әділбекұлы 1968 жылы